Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай сүзбелі сочниктің рецебімен бөліскім келеді. Өте жұмсақ, сондай балғын, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен мөлдір. Ал ендеше бастаймыз. Сармайымыздың үстінен қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Оның үстінен қаймағымызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Біркелкі масса болып шығуы қажет. Ұнымызға разрыхителімізді араластырып, міндетті түрде илектен аз-аздан қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды міндетті түрде илектен өткізген дұрыс, сонда біздің қамырымыз өте әдемі болып шығады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Жұмсақ қамыр болған соң, салафанымызға орап, холодильникке 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып аламыз. Қамырымызды холодильникке қойған соң, біз арасына начинкасын дайындайтын боламыз. Сүзбемізге қантымызды, ұнымызды және жұмыртқаның сарысын салып, қаймағымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, езіп аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Енді холодильниктен қамырымызды алып, видеода көрсетілгендей етіп кесіп, қамырымызды 60 және 65 грамдап кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Біздің бөлігімізден 10-12 шығады. Қамырымызды жайып аламыз. Қатты жұқа қылмаймыз, орташа көлемде жайып аламыз. Арасына 1 қасық начинкамызды салып, 2 жанын қысып қоятын боламыз. Барлығын осылайынан істеп аламыз. Сосын противенімізге жайғастырып, үстінен жұмыртқамызды маялап, 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Біздің сүзбелі бәліштеріміз пісті. Үстінен қант ұнтағын сеуіп алсаңыздар болады. Міндетті емес. Өте жұмсақ, сондай нәзік, өте әдемі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Сіздермен болған мөлдір.